ерекше сабақтың тақырыбы ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың математикалық білімді күнделікті өмірде қолдану. Ерекше білімді қажет ететін балаларды оқытуда әртүрлі заманауи технологияларды пайдаланудың жолын көрсету және міндеттері. Ерекше білімді қажет ететін балаларды оқытуда заманауи технологияларды қолдана отырып, оқушыларды өмірге бейімдеу, алған білім дағдыларын іскерлікпен қолдана білуге тәрбиелеу, қалыптастыру. Біздің шеберлік сыныбымыздың жалпы мақсаты мен міндеттері. Қазіргі заманауи технологиясы көбінесе осы ерекше қабілетті беру қажеттілігін оқушыларға біз осы технологияны қолданамыз. Онда мысалы арт терапиясы, қол моторигін дамытады. Немесе құм терапиясы, тағы да ойын терапиялары осындай заманауи технологияларын қолданудамыз. Енді міне осы өзіміздің сыныпта, әр сыныпта осындай оқушы бар. Өзімнің сыныбымда да 4-ші сыныпта ерекше білім қажет ететін оқушы бар. Сол оқушымен күнделікті сабақта әртүрлі тәсілдерді қолданамын. Мысалы, 4-ші сыныпта көбінесе кез келген есептерді шығарған кезде көбейту кестесі үнемі қолданып отырамыз. Сондықтан да көбейту кестесін жақсы есте сақтап қалу үшін осындай тәсілді қолданамын. Мысалы, қақпақты алған кезде 36 деген сан жазылып тұр. 36 деген, 36 дейді дағы, alt жерге алдым, 36 дейді дағы, қақпақты мына жерге беті бұрайды. Келесі дәл солай, келесі қақпақты алады дағы, 6 дейді, 3 жерге 2, 6 деп, оны да бұлай бұрайды. Сонымен осы күнге осы көбейту кестесін осы тәсілмен қолданып, баланың ойда сақтап қалуын дамытудамын. Және де көбінесе қазір 4-ші сыныпта өздеріңіз білесіздер, бізде математика пәнінде көбінесе формулаларды қолданамыз. Формулалар бар, көп формулалар. Ол текшенің ауданын табу, немесе шаршының периметрін табу деген сияқты, көлемін, параллелепипедтің көлемін табу деген сияқты. Үлкен емес, осындай шағын ғана сол баланың қасына бұл бізге қасына қойып қоямын. Мына жерде міне формулалар жазулы. Ал ол қай формуланы табу? Ол шаршының периметрін табу керек. Мындан тауып алады шаршының периметрін. Дәл сол жерге осыны апарып қояды. Сонда шаршының периметрі, мысалы міне бұлай қояды. Сонда А көбейту 4, шаршының периметрі А көбейту 4. Күнделікті осыны қайталап отырып, жасай отырып, оның көзі де жаттығады, көзі жаттығып, осы формуланы ол жаттап алуды мүмкін. Күнделікті қолданып отырамын осыны. Бұл 4-ші сыныптарда. Және де тағы да бұл енді 4-ші сынып күрделі, ал енді тағы да Алтын Керекеннің сыныбында 1 емес 4 оқушы бар. Сондықтан да ол қазір 1-ші сыныптағы 4 оқушысына қандай тәсілдер қолданатынын көрсетеді. Енді 4-ші сыныпта бір оқушым бар, ол 4-ші сыныпқа көшті. Мен де осындай машинкаларда, я тоже использую на уроках слова подсказки. Помощники ДИТ, это и в КСП у них прописано, и по программе у них есть, что у детей, у особенных деток всегда должна быть подсказка, помощники. И, например, вот когда в 1 классе вот такая вот подсказка, то есть остальные все дети запоминают таблицу сложения наизусть, а ребенок, он пользуется этой подсказкой. Точно так же и когда проходим вот такие темы, когда занимаем, сколько занимаем, эти дети у них, они быстро забывают же. Поэтому для того, чтобы они всегда помнили, вот такие подсказки постоянно держу при себе. И иногда слова помощников, формулы, которые Шолпан Емельяновна использует, я их вклеиваю в тетрадку ученику. Или вот специальный блокнот, чтобы все формулы находились в одном месте. Это ребенок уже 4-классный. Также таблица умножения у него вклеенная. Периметр, площадь, все карточки помощника у него постоянно под рукой. А теперь в 1 классе у меня 4 ученика в этом году. Все пишут, одна девочка, Анеля, у нее
больше нужно уделять время на уроке в устной форме. Поэтому я тоже сейчас много для нее, так как первый класс, девочка пришла первый раз, поэтому для первого класса у меня очень много материала. Даже вот по математике, когда все числа пишут в клеточку, я для нее сделала вот такой вот шаблон. Не только у нее, для всех детей я напечатала вот такой шаблон. Она учится вначале в большой клетке писать, потом в средней клетке, потом в маленькой клеточке учится размещать цифры. Мы же учим сейчас цифры, научились же писать. И по письму тоже такая же у нее есть вот элементы букв. Все дети, не только эта девочка, все дети первого класса учатся писать вначале вот в таких ламинированных бумажках, планшеты я называю. Также первый класс мы пишем сейчас уже проверочные работы. У всех детей, я распечатала для всех детей луч, числовой луч, ну маленькие такие числовые лучи, вы, наверное, видели. А у этой девочки вот в таком увеличенном виде. Здесь даже клетки есть, потому что мы с детьми проверочную работу делаем на маленьких тетрадных листочках, которые вырезаем сами. А девочке тяжело писать в маленькой клетке, поэтому для нее вот такой вот увеличенный вариант. И рядом сразу же числовой луч. То есть она здесь решает, и по этой ленте она отнимает, вычитает, прибавляет эти числа. Это для всего класса можно, и для этой девочки тоже особенно. Также у меня тоже есть, вот использую прищепки. Смотрите, их очень много. Вот, разные прищепки, маленькие прищепки. То есть девочка должна больше устной форме уделяем внимание, поэтому вот она считает, сколько здесь кусочков пирога, находит эту цифру и ставит рядом прищепочку. Или вот такая прищепка. Но стараюсь использовать лучше цветные прищепки, потому что там сразу видно. Если, например, если вот такой лист дают, то здесь она может одинаковые же прищепки. Не знаю, может кому-то все равно, но я думаю, девочка, чтобы ученик такой, чтобы особо выделял цифры, лучше использовать цветные прищепки. Таких работ очень много. Еще вот недавно я приготовила уже на вторую четверть вот такую работу. Тоже это и для всего класса можно, и для этой девочки особенно тоже можно. Вот такой, может, вы тоже видели. Видели? Вот такой вот. Да? Тоже видите. Только здесь резинки нужны цветные. Я готовлю на вторую четверть, пока резинки не доросла, у меня такие банковские резинки. То есть соединить должна. Если ленточка не достает, она учится их связывать между собой и соединяет и находит. Да, тоже мелкая моторика. Это можно не только девочки, можно все. Да, все. Да, конечно. И еще вот такие вот карточки тоже много. Вот тоже здесь на сложение с крышечками. Крышечки сейчас у всех есть. Вот она считает, она с помощью своих пальчиков считает, сколько там зверюшек, и находит ответ и рядом ставит. И легко проверить учителю, и девочке самой хорошо. Она с одной стороны пробует это делать своими руками, девочка. Ну и также много. Вот сейчас в 4 классе мы проходим четверку, да? Составляем четверку примеров. Вот девочка работает по этой карточке. Дети в тетради, она может легко работать по этой карточке. Вот два числа, это 2 слагаемых, должны в конечном итоге дать 10. И 2 примера на сложение, 2 на вычитание. Только используют эти числа. Дети путают, сейчас где взять числа. Вот они, эти цифры, пользуются этими цифрами. Тоже на уроке математики. Но это уже уравнение. А когда они не дошли, но это уже то, что с прошлого. И вот также еще нашла, приготовила для своих детишек вот такое вот тоже уравнение. Почему 5 пальцев? Это даже удобно, потому что в решении уравнений есть 5 строчек, да, нужно заполнять. Дано уравнение, второе действие, третье, четвертое и конечное. Потому что дети бывают иногда не пишут. Левую и правую часть не уравнивают, да, поэтому здесь на этих пальчиках удобно даже решать. Поэтому сейчас в интернете всего полно, да, и ТикТок, и везде, поэтому только нужно работать, чтобы детям было интересно. Очень много поисков, да. Ну и вот такие вот работы тоже есть. Я знаю, у девочек тоже есть. Здесь она вычисляет и соединяет с помощью фломастеров. У нас есть стирающиеся фломастеры, и с помощью стирающих фломастеров она готовит. Ну, часто использую, у меня еще есть зайчики, есть
видели, наверное, тоже, да, в стаканчиках. Зайчики ставите, угощают морковкой. Как его? Разовый стаканчик, я не стала приносить. Вот вся работа, которая, ну и пазлы есть, а также не только у этой девочки, у всего класса есть вот такие вот числа, набор. Тоже номинированности от 1 до 10. Почему маленькие? Потому что, чтобы другой ученик не увидел ответ, когда вы решаете, например, 5 плюс 3, 2, они вот так вот удобно держат в руке, чтобы видел только учитель, чтобы другой ученик не мог подсмотреть, какой здесь ответ. Ну, это тоже у всех есть. И вот такие вот карточки тоже есть. Готовы по пальчикам тоже. Можно по пальчикам посчитать, а можно просто рисунками посчитать. Это все для 1 класса. И я думаю, если с 1 класса мы начнем их учить математике, да, учить арифметическим действиям, работать с мелкой моторикой, то увидишь, появится интерес к математике, и они лучше начнут читать и использовать эти математические знания. Міне осы математика пәнінде қолдану тәсілдері өте көп, тек қана әріптестер ізденісте болу керек. Ал міне енді өздеріңіз әрқайсыларыңыз топ-топ болып отырсыздар, бірақ бұл әлі топ емес. Қазір сіздер топ-топпен бөлу керек. Алдарыңызда телефон тұр, сканерді басып алдыңыздар ма? Если у вас есть сканер, если нет сканера, каждого люди по одному. Я сейчас подойду и скажу, кто бірінші группа. Екінші группасыз тұрасыз, жазып тұрасыз. Екінші группа. Екіге барасыз. Үшінші группасыз. Төртінші группасыз. Қандай топ шықты, сол жерге барып көресіздер. Төртінші группа. Төртінші группа. Первая группа. Идите. Третья группа лежала. Я здесь остаюсь. Девочки, все это смогли сделать? Барлықтарыңыз өз орындарыңызды тапқан сияқтымыз. Ал не енді 4 топ құрылды бізде, әр топтан 3 адамнан осы жерге келсе. Әр топтан 3 шөлден. Каждый топтан 3. Сіздерден тезірек үшінші шығып. Сіздерден үшінші Лентаны жерге түсірмеу керек.
сіздерді жаңа лента қолыңыздан түсіп кетпесін деп шыңғырып көңілді оқушылардың қызығушылығы артады математика сағаты. Ол кез келген сабақта қолдануға болады. ата-ана жиналысын өткізсең де тіпті бірақ мына лента кішкене ұзындау болса ұзындау болса шығады ғой көбірек. Енді біз сіздерді топқа бөлдік. Математика оқушылардың ерекше білімді қажет ететін оқушылардың математиканы күнделікті өмірде қолдану туралы біздің тақырып. Енді өткенде айта кетейін, бір 4-ші класстың оқушысы музыка сабағында истерика болды. Айғайлап жылап, музыка мне не нужна, зачем это музыка? Музыка мой мозг не развивает деп. Балаға айтумен түсіндіріп, бүкіл мамасы да есі айтып үйретіп, кез келген пәннің өзінің өзіндік орны бар. Сол сияқты математика деген, мысалы, зачем мне математика, я же не буду математиком деп айтады. Бірақ математика на каждом шагу нужна, как говорили ученые, и если хочешь ум в порядок привести, учи математику. Поэтому с математикой все связано. Өмірдің өзінде математика деп айтуға болады. Енді біз сіздерді топқа бөлдік, неше топқа бөлдік, өйткені қазір сіздерге тапсырма беріледі. Өмірде ерекше білімді қажет ететін бала математикалық жаңа білімін қалай қолданады? Соны сіздер қазір өздеріңіз бізге көрсетесіздер. Бірінші топ андағы супермаркет үйді бересіздер. Кез келген адам тамақсыз өмір сүре алмайды. Сондықтан қайда барады? Дүкенге, супермаркетке барады. Қалай өздеріңіз дүкенге математикалық дағдысын ерекше білім қажет ететін бала қалай қолданады бұл жерде? Сіздерге міне Екінші топ, біз айтпаймыз, сіздер өздеріңіз бәрін шешесіздер. Математикаға байланысты. Мынау не? Үстел. Үстелге только видео. күнделікті өмірде қолданылады. Продавец обсчиталась и отдает сдачу только 500 тенге. Особенно все дети на деньгах, они не хорошо учатся. И вот она или он берет деньги и говорит продавщице: вы мне еще не додали столько-то денег. И он же говорит: 500 тенге молоко, 150 хлеб, это у меня получается 650, вы мне должны 1350, а вы мне даете только 500. Вот ребенок учится на деньгах, он сам делает замечания продавщице и говорит: ну, может быть, там еще сам может что-то на 100 тенге, там жвачку обычно не покупает, вот так, если разрешение. Они хорошо. Нет, у меня это, даже если честно говоря, нет. Математику в 4 классе, у него математика не идет, он не смеет. Как даешь деньги? Я говорю, 1000 даю, говорю, молоко купишь, хлеба и кефир. Ну потом что-то, он так глаза так на меня посмотрел, говорит: а на что-то мне не хватит так, потому что там мало остается. Он уже знает, сколько. Самое ходовое у нас хлеб, молоко, кефир, они хорошо знают, сколько стоит. Әсіресе олар теңгені Теңгелерді вообще 1000 теңге аз ба, әлде 2000 теңге аз ба? Соны айыра алады. Содан шығады, сол неден шығады. Және сосын күнделікті мамасы дүкенге барғанда баланы өзбен бірге ала барады ғой. Ол бала да өз көзімен көріп үйренеді. Мынау сонша теңге тұрады екен, мынау сонша теңге тұрады екен, маманың қолында 1000 теңге болды, осыны ғана алдық. Кейде айтады ғой, мысалы өз қызында айтады: не хватит денег, денег нет, мало деп айтады. Күнделікті қолданады. Үйден үйретеді мамасы.
қандай суммаға мысалы алуға болады заттар. Екінші класста сабақта, вот, например, если бала смеется, мне сразу переключаюсь и говорю, вот у тебя было 5000. Былай, ты этому дал, ты долг дал. У тебя сколько осталось тенге? Бала тез санайды. Мен потому что өзім немерелерімде ақшаны күшті санайды. Мен 1000 тенге берсем, маған айтады. Я говорю, это тебе на неделю берсем. Апа, это только мне на 2 дня. Сонда қалай ол біліп тұр, что на 2 дня только 1000 ему хватит. Потому что ол өздері Біліп тұрады бәрі. екінші топ кішкене біздер жаққа яғни екінші топқа бізде сағат берілген, бұл арқылы ерекше білімдерді қажет ететін оқушымен қалай жұмыс істейміз. Яғни бұл сағат арқылы оқушы өзінің күн тәртібін ретке келтіре алады. Мысалы оқушыны алатын болсақ, ол таңғы 8-ден 12-ге дейін мектепте, ал қалған күн тәртібі ұйымдастырады. Мысалы 12-ге дейін ол мектепте болса, үйге жетіп таңғы астарын ішеді. Сағат 1-ден 2-ге дейін ол оқушы таңғы асын ішіп, яғни киім ауыстыруға бөлсек болады. 2-ден сағат 3-ге дейінгі уақытта, яғни ол оқушы бірден сабақтан кейін сабақ үй жұмысын істемейді, яғни өзін ойын ойнауға немесе өзін сүйіп алмасын ойына жұмсаса болады. Кейін сағат 3-тен 4-ге дейін үй тапсырмасын орындауға 1 сағат, 1,5 сағаттыр. Яғни ол оқушы ерекше болғандықтан көп уақыт жазып отырмайды ғой, арасында минут, яғни 30 минуттан бөліп отырсақ болады. Ал сандарды келгенде, яғни оқушы ең басында 1 сыныптан бастап ол саусақпен санайды. Сандардың барлығын саусақпен санайды. Кейін минуттарға келгенде, яғни оқушы осы жердегі сандарды біліп тұрған соң, минут жағынан оған түсіндіргенде, яғни әр санға 5-5-тен қосып отырамыз. Мысалы, 1-ден 5 минут, яғни оған тағы да 5-ті қосақ неше? 10 демек 2-ге 10-ға деп. Немесе көбейту кестесі бар. Көбейту кестесінде жоғарысында болса, мысалы 5-ті 3-ке көбейтсе 15 болады. 5-ті 4-ке 20, яғни 5-ті көбейту кестесімен, яғни байланысты 5-ті көбейту кестесімен. Ал көбейту кестесін өтпей жатып, яғни 5-5-тен қосып отырса болады. Осы арқылы ерекшелігін қажет ететін оқушы өзінің күн тәртібін реттейтін сағаттарды, яғни сандарды қайта уақытты үнемдеп отырады. Уақыт бойынша тапсырмаларды орындайды. және қосуды көбейтуді үйренеді. Мысалы 12 мен 1-дің арасында қазір 4-ші сыныптың балалары бір сағат танымайды ғой. 12 мен 1-дің арасында осылай қосып қойса, мамасы ол біледі 5 минут бар екен. Адамға ешке даю 5 минут деп. Сонда бала стрелкаға қарап отырады, 12-де тұрса стрелкасы мысалы 1-ге дейін жетсе все, оның уақыты бітті. 5 минуттың ішінде мысалы дайын болса, сыртқа шығамыз, елімді барамыз деген мамасы мысалы айтады ғой. Әлі 10 минут қалды, әлі 10 минутымыз бар. Және де жеңіз міне алақанда отыр ғой 5-5 деген. Арасында 5 минутын көрсетеді. Жақсы, рахмет. Үшінші топқа берілді отбасы Рабитинск. Мы уже разложили. Просто было Болады. Дастарханға барлығын қойып қойсыздар, дұрыс қойды, тек қана оны айту керек. Енді соны дәлелдеп беріңіздер. Жанаря, давай. Разговор начинается. Вот басы мне дастархан басына отырды делік. Міне, өздеріңіз қойып тұрсыздар. В дом пригласили гостей, накрыли дастархан. И вот на примере этого дастархана можно рассматривать разные понятия. Это, например, пришли три гостя, значит, сколько нужно поставить на стол? То есть мы поставили 3 тарелочки, 3 бокала, 3 ложки и так далее. Здесь у нас, допустим, не хватает одной ложки. Мы спрашиваем, а сколько вам нужно еще доложить, чтобы было поровну? Или наоборот, что нужно сделать, чтобы нам уравнять? Либо нам нужно убрать одну, чтобы было поровну, либо нам нужно одну добавить. Таким образом, это первый класс, мы вводим понятие равно, больше, меньше. Да, теперь на столе 3 пирожных. На сколько гостей хватит? На 3 гостя. Здесь на примере торта мы можем рассмотреть дроби. На сколько частей нам нужно разделить торт, чтобы каждый гость получил равное количество. Значит, у нас, если 3 гостя, значит, нам торт надо разделить на 3 части.
Если у нас будет 4 гостя, значит нам разделить нужно на 4 части. Можно сравнить, какая часть будет больше, 1/3 или 1/4. Здесь уже дети сразу будут представлять, что если 4 гостя, значит частичка, долька будет меньше. Значит 1/4 меньше, чем 1/3. Уже это. Все верно. Да, То есть дома, когда ребенок вместе с родителями живет, например, дома 3 человека, да, мы например, мама просит ребенка помочь накрыть стол, ставить 3 чашки, 3 ложки. Заодно мама здесь должна говорить, ложка с какой стороны должна лежать, вилка с какой стороны должна лежать, ножик тебе нельзя держать, например, или если постит столом ребенок, с какой стороны ложка, вилка, этикету сразу мама учит тут же когда накрывает стол. То есть ребенок, особенно ребенок, он может помочь маме накрыть стол. Или для себя, или вот когда... Я мне жаңа Розака Влашын айтты ғой. Қонақтар келген кезде өте отбасыны біледі ғой қанша адам екенін. Тағы да екі қонақ келді десе, бала соны ойлап қою керек. И төртінші топта біз тек қана телефонның несін бердік, телефон бердік. Немесе телефонды алып шығып тұрсыңдар. яғни оқушыға қалай нені математиканы үйретеміз деген. Яғни қазір телефон ол дамыған заман болғаннан кейін қазір 2001-де бірінші класс садикке баратын балалар барлығына телефон беріледі, иә. Олар садикке баратын балалар ютуб арқылы көп нәрсені өздері көріп сөйлеуін есін дамыта алады, егер ол жақсы нәрсеге пайдаланылса. Ал бізге берілген телефонды көріп тұрсыздар, қазір бізде сенсорный көбімізде. Ал мына телефонның ерекшелігі бұл жерде сандар берілген, иә. Сандар арқылы осы математиканы қалай балаға дамытамыз. Яғни біздің топта айтылған бойынша бірінші алгоритмді сақтайды бала осы телефон арқылы, екінші моторикасын есте сақтау қабілетін дамытады. Мына кнопкаларды бала басқан сайын, иә, мысалы бұрын телефондар болды, бізде бірінші айфондарымыз. Сол телефондарда джейфондарымыз. Олардың кнопкасының өзінде байқағаныңыздар резинкада жасалған сияқты. Қолға приятно тиеді, оның барлығы не саусағының несін дамытады, моторикасын дамытады. Келесі бала телефонды бос тастамайды, мысалы калькулятор пайдалана алады. Есте сақтау математикамен қатысы бар деген. Одан кейін сандардағы әріптер арқылы сөздерді теріп жаза алады. Сол баяғы өзіміздің жайфондарымызда әр санда не тұрады, әріптер тұрады. Мысалы өзінің мамасына немесе әкесіне қысқа сөздерді сандарды басу арқылы SMS жібере алады. Сондай кезде пайдалануға болады. Енді өзінің қажеттілігіне жарату үшін. В основном көбінесе телефон бізге қажет емес. Келесі біздің бүгінгі өте өзекті тақырып болып отыр. Ерекше балалармен жұмыс істеу қабілеттері математика сабағында дамыту. Енді жаңа Бақытжан айтып кеткендей, шынында да қазір көбінесе біз ондай телефондарды ұстаймыз. Бұрындары ең басында осындай телефонды ашқан кезде сан болатын, иә. Енді ерекше оқушылар қазір әр класста бар. Менің өзім классымда мысалы 5-6 оқушы отыр. Осы кезде біз көптеген қандай тәсіл пайдаланса, осы балалардың тілдерінің ең бірінші олардың тілін шығару керек, иә. Тілде жұмыс жасау керек, қолда жұмыс жасау керек, құлақта жұмыс жасау керек, көзде жұмыс жасау керек. Жаңа айтып өткен кезде біз барлық методиканы қолдануға тырысамыз. Соның ішінде мен өзім қазіргі оқушылармен біздің тобымыз бірге шықса, біздің тобымыз шықса, мынандай бір тәсілді пайдаланып жүрмін. Сандарды ол пайдалану, есте сақтау, содан кейін әр класста бар, тілдері жетілмеген балалар, иә. Сондықтан да қолымызды барлығы сонда қолымызды қоямыз. Бес содан кейін міне мынау біреу, екеу, үшеу, төртеу, төртке келдік қайта қайтамыз. Бесеу, алтау, жетеу, иә. Енді осыны барлығымыз тілімізбен қосады. Қазір маған көрсетсіздер, бірдей жасап. Қандайды да дыбыс шығару керек. Құлағымызбен естіп, миымызбен ойлап, қолымызбен санауымыз керек. Бірінші мен тыңдады. Енді барлығымыз бірдей.
бұл ерекше балаларға арналған бір әсірдің бірі. Ритмді да сақтай алады. Енді мына телефонға қосымша тек қана есеп шығару емес, ерекше білімді қажет балаға өзінің номерін, анасының номерін жаттап алу үшін мына телефонда үйрету керек. Мысалы, кішкентай балаға үйретесің, мысалы 877 111 деп бала айтып отырады, есте сақтап отырады, слуховой балаға жаттатып, мамасының номерін жаттатқызу керек. Және мысалы экстренный ситуациялар болады ғой, сондай номерларды тоже телефон арқылы жаттатқызу керек балаға. Мысалы, каждый балада жаңағы печатать ете алмайды ғой, тут у нас слух запоминает, тут зрительно запоминает, поэтому телефон таким детям особенно нужен, он не нужен, а нужен, чтобы пользоваться, позвонить, запоминать. Также еще можно с помощью телефона называть цифры и говорить, например, 877, потом 6, что после цифры 7 идет, что после цифры 5 идет, на какое число заканчивается твой номер телефона, какая в твоем номере, какая цифра самая большая, какая цифра самая маленькая, цифры стоят по убыванию или по возрастанию, то есть, чтобы ребенок запомнил свой номер телефона, телефон родителей и там еще кого-то близкого, нужно вот таким способом попробовать ребенку запомнить номер телефона. Енді біз өзіміздің сабағымызды жаңағы бір тренде бар, тренде додекаэдр осыны жасадық. Енді қазір әр топтан шығасыздар да нақтырып өздеріңізге қандай сұрақ түсті, сол сұраққа жауап бересіз. Зәушә байлақтың сұрақтан бәрі қазақша. Оқыңыздар. Алдыңызға қайсы түсті, айта беріңіз. Қасыңызға. Осы тақырып сізге не міндік жұмсады? Бүгінгі тақырып өзіңізде ерекше қамқорлықты қажет ететін балаңыз бар ма? Мен бірінші рет жұмыс жасадым. Қандай қиын? Тем более сізге бір рет болғасын математика сабағында қандай қиындық істейсіз? Тапсырмалар дайындау бар. Бірінші рет Тапсырмалар дайындау. Не, кидайте. Мен білдім. Бүгінгі сабақта білгенім, ерекше балалардың ойын түрінде жұмыс жасаған, оларға қызықтырақ болады, әр естерінде есте сақтау қабілеттері жақсы дамиды. Жақсы. Тағдыр ақтырасыздар ма? Келесі тоқтар. Енді біздің оқушыларымыз барлығы сауатты болсын, білімді болсын деп тілейміз. Балаларымыз осы өзіміздің беріп жатқан білімдеріміз, балаларымыз жақсы оқып, барлығы білімді болсын дейміз. Ерекше қамқор етіп, аз болсын, болмасын. Өзіңе ал. Ерекше топтарға қандай тапсырмалар береді, қандай тапсырма болады балалар, сол ұстаздар әдістәсілер. Жақсы, рахмет. Тілектеріңізге рахмет. Бүгінгі енді біздің шеберлік сабағымыз бар, не деп айтамыз, шеберлік сыныбымыз ойларыңыздан шықты деп ойлаймын. Өздеріңізге түртіп алдыңыздар деп ойлаймын, кішкене болса да. Кез келген дөңгелек үстелге коучингқа қатыссақ, өзімізге түртіп аламыз ғой. Мен білемін, бірақ мынандай пайдалануға болады екен, да, каждый что-то для себя выносит из таких
коучингов, тренингов, поэтому я думаю, что мы смогли, чтобы вам хоть немного показать, как мы используем математику, как мы работаем с особенными детками, которых у нас сейчас с каждым годом все больше и больше. Всем успехов мен желаем. қолдандым, әлі де мынадайды қолдануға болады екен деп қолданасыз, иә? Оцените как Баға бермейік, бұл учитель сыныпқа. 100%. Баға береміз, баға